Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Сіздердің алдарыңызда бизнес және құқық факультеті, құқық кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының кандидаты Имашев Ботабек Есенбекұлы. Пәннің атауы қылмыстық құқық ерекше бөлік. Бүгінгі тыңдайтын тақырыптарымыз, яғни бірінші тақырып Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының ерекше бөлігінің түсінігі, жүйесі және маңызы. Дәрісте қаралатын сұрақтар. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығының ерекше бөлігінің түсінігі, жалпы және ерекше бөліктерінің бірлігі. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығының ерекше бөлігінің жүйесі және маңызы. Бірінші сұрақты алайық. Яғни бірінші сұрағымыз Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының ерекше бөлігінің түсінігі, жалпы және ерекше бөлігінің бірлігі. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығының ерекше бөлігі қылмыстық құқық бұзушылықтың жеке түрлеріне, қылмыстық жауаптылықтың негіздерін, осы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамының белгілерін, сондай-ақ оған тағайындалатын тиісті жаза түрлерін белгілейтін нормалардың жиынтығы болып табылады. Өздеріңізге белгілі, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы жалпы және ерекше бөліктерден тұрады. Жалпы бөлігін сіздер өздеріңіз қарап оқып шықтыңыздар, танып шықтыңыздар. Енді ерекше бөлікті осы мінекей бастаймыз. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінде қылмыстық құқық бұзушылық туралы ұғым, яғни қылмыс және қылмыстық теріс қылық туралы түсініктері, жаза түрлерінің тізбегі, қылмыстық жауаптылықтан босату, жазадан босату, жалпы қағидалары сөз болса, ал қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінде нақты қандай қоғамға қауіпті іс-әрекеттер қылмыстық құқық бұзушылық қатарына жататынына және оған қолданатын қылмыстық кодекстің жалпы бөлігінде көрсетілген жаза түрлері қарастырылған. Қылмыстық құқықтың жалпы және ерекше бөлігі өзара тығыз байланысты болады. Осы екі бөлігінің жиынтығы Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығын құрайды. Яғни қылмыстық құқықтың жалпы және ерекше бөліктері бірлігі сот тәжірибесінде айқын көрінеді. Жалпы бөлігінің нормаларын басшылыққа алмайынша, ерекше бөлігінің нормаларын қолдану мүмкін емес. Немесе, керісінше, ерекше бөлігі нормалар болмаса, жалпы бөлігі нормалар іске асырылу мүмкін емес. Яғни ерекше бөлік пен жалпы бөлік екеуі тығыз байланыста болады. Бір-бірінсіз белгілі бір нормаларды қолдану мүмкін емес деген мағынаны білдіреді. Қылмыстық кодекстің ерекше бөлігінде көрсетілген нақты белгілі бабы бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін осы кодекстің жалпы бөлігінде көрсетілген нормаларды қолдануға міндетті. Мысалы, кінәнің нысандары және олардың мазмұны, қылмыстық жауаптылықты белгілейтін жас мөлшері, қылмыстыққа қатысудың ұғымы, қылмысқа қатысу нысандары және қатысушылардың түрлері, қылмысқа дайындалу немесе оқталу сияқты түсініктер тек қана қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінде айқындалған. Яғни, қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінде кінәнің қасақана нысанда ма, абайсызда ма, қасақананың тікелей қасақаналықпен жасалды ма, жанама қасақаналықпен жасалды ма, немесе абайсызда немқұрайдылықпен жасалды ма, менмендікпен жасалды ма деген мәселелердің барлығы ережелер осы жалпы бөлікте қарастырылады. Сонымен қатар, жас мөлшері, қанша жастан бастап қылмыс жауапкершілікке басталатын жас мөлшері қарастырылған, қылмысқа қатысудың ұғымы, яғни қатысу кейде жалғыз өзі қатысса, кейбір жағдайда адамдар тобымен қатысуы мүмкін. Сонымен қатар қатысу нысандары,
ол да мына жалпы бөлікте қарастырылған. Яғни алдын ала сөз байласпай қатысуы мүмкін, алдын ала сөз байласып қатысуы мүмкін, немесе қылмыстардың тобы қатысуы мүмкін. Яғни осылардың барлығын біз жалпы бөліктегі ережеден аламыз. Енді мысалға қарастырайық. Енді Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы бойынша адам өлтірген үшін кінәлілік қылмыстық жауапқа тартып соттау үшін, біріншіден, бұл қылмыстың жасы 14-ке толған есі дұрыс жеке тұлға. Ол қайда қарастырылған? Яғни қылмыстық кодекстің жалпы бөлігінде 15-ші бабында қарастырылған. 15-ші бабының 2-ші бөлігінде қарастырылған. Қылмысты қасақаналықпен жасалды дегенде, мысалға, ол қайда қарастырылған кезде қылмыстық кодекстің жалпы бөлігінің 20-ші бабында қарастырылған. Міндетті түрде осы жерде мына мәселелерді қарастыру керек. Яғни адам өлтірген жағдайда қажетті қорғаныс белгілері болған жағдайда болды ма, болған жоқ па деген мәселелерді қарастыру керек. Яғни ол қайда қарастырылған? Қылмыстық кодекстің 32-ші бабында қарастырылған. Жасалғанын анықтау қажет, міндетті түрде. Яғни осы жасалған қылмыс үшін жаза тағайындағанда сот қылмыстық кодекстің жалпы бөлігіндегі мынандай қағидаттарын басшылыққа алады. Бірінші, қылмыстық кодекстің 39-шы бабына сүйене отырып, жаза ұғымы, оның мақсаттары. 52-ші бапта жаза тағайындаудың жалпы негіздері. 53-54-ші баптарда қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар. Қажет болған жағдайда мына қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау ережелері, үкімдердің жиынтығы бойынша жаза тағайындау ережелері, олардың барлығы осы жалпы бөлікте қарастырылған. 99-шы баптың 1-ші бөлігі бойынша жаза тағайындау, сот осы баптың санкциясында көрсетілген жазаның 8 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру мөлшерінің белгілі бір бөлігін белгілейді. Яғни тек қана осы мөлшерде 8 жыл мен 15 жылдың арасында не істейді екен? Сот жаза тағайындайды. Не төмен түсіп кетпейді, не жоғары түсіп кетпейді. Бірақ та қылмыстық кодекстің жалпы бөлігінің 55-ші бабының ережелерін қолдана отырып, заңда көрсетілгеннен гөрі неғұрлым жеңілірек жаза тағайындауы мүмкін. Яғни 8 жылдан да төмен жаза тағайындау мүмкін екен. Ол қандай жағдайда? 55-ші баптың ережелеріне сәйкес келген жағдайда. Міне осыған орай жаза тағайындау мәселесінде жалпы бөліктің қағидаларын басшылыққа алатыны сөзсіз. Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінің курсының пәні дегеніміз, қылмыстық құқық бұзушылықтың жеке түрлеріне қылмыстық жауаптылықты белгілеу және оның қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілерін, оларға тиісті жазаны анықтайтын нормалардың мазмұнын ашу болып табылады. Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінің нормаларының мазмұнын ашу бұл жекелеген қылмыстың немесе қылмыстық теріс қылықтың құрамының ерекшеліктерін анықтау. Яғни қылмыстық құқық бұзушылық құрамына заңдық талдау жасау болып табылады. Кез келген нақты қылмыс құрамы дұрыс анықтау мүмкіндігі ең алдымен оларға тән қылмыс объектісінің, субъектісінің объективтік және субъективтік жақтарының белгілерінің ерекшеліктерін дұрыс дәл ашқанда ғана жүзеге асырылады. Бұл кез келген жекелеген қылмыстың немесе қылмыстық теріс қылықтың құрамына тән заңдылық. Яғни қылмыстық кодекстің ерекше бөлігінің нормаларын қолданған жағдайда міндетті түрде қылмыс құрамына талдау керек, қылмыс құрамына ашу керек, қылмыстың объектісі не болып табылады, объективтік жағы қалай жасалады, субъективтік жағы кінә қандай нысанда жасалады, субъектісі, яғни есі дұрыс па, заңда көзделген жасқа толған ба, жеке тұлға ма, мінекей осы мәселелердің барлығы ескеріп қарастырылады екен. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының ерекше бөлігінің жүйесі және маңызы. Міне екінші сұраққа көштік. Екінші сұрағымыз осылай аталады екен. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің ерекше бөлігіндегі нормалар белгілі бір тәртіппен жүйеге бөлініп орналастырады. Осыған байланысты қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінің жүйелері деп
қылмыстық жауаптылыққа берілетін жеке қылмыстық нормалардың топтық объектілік белгісі бойынша белгілі бір жекелеген топтарға бөлініп, қоғамдық қауіптілік дәрежесіне қарай рет-ретімен дәйектеліп орналасу тәртібін айтамыз. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің ерекше бөлігінің жүйесін дұрыс құру қылмыстық құқық бұзушылықты дұрыс саралауға ғана емес, сонымен бірге қатар онымен белсенді күрес жүргізуге, оның алдын алуға, әділ жаза тағайындауға толық мүмкіндік береді. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ерекше бөлігі өздеріңіз білесіздер, топтық объектісіне байланысты құрастырылған. Яғни белгілі бір жүйеге қатысты қолданыстырылған, қоғамдық қауіптілік дәрежесіне қатысты қолданылған. Сонымен қатар мынау субъектісіне де қатысты қарастырылған мәселелер бар. Қазір біз сіздермен оны осы жерде талдаймыз. Қылмыстық кодекстің ерекше бөлігінің нормаларының бөлудің негізі болып, қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі, атап айтқанда, қылмыстық құқық бұзушылықтың топтық объектісі негіз болады. Топтық объектісі деп, қоғамдық қауіптілік дәрежесіне қарай өзара ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтардың бір тарауға топтастырылуының негізін айтамыз. Кейбір қылмыстық құқық бұзушыларды жеке тарауға бөлу топтық объектісі ғана емес, сонымен қатар қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъектілерінің ерекшеліктері де ескерілген. Мысалы, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтары, немесе әскери қылмыстық құқық бұзушылықтары. Яғни, осы соңғы қылмыстық кодекстің ерекше бөлігінің екі тарауында яғни субъектісіне байланысты құрастырылған. Яғни бірінші тарауда мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық өзге де қылмыс бұзушыларда қылмыстың субъектісі болып, мемлекеттік функцияны орындауға уәкілеттік берілген адам, не оған теңестірілген адам, немесе лауазымды адамдар табылады. Ал әскери қылмыстық бұзушыларда тек қана әскери міндетті адамдар ғана қылмыстық субъектісі болып табылады. Яғни өздеріңіз көргендей, ерекше бөлігінің нормаларын тек қана объектісіне байланысты емес, сонымен қатар субъектісіне байланысты құрастырылады. Яғни объектісіне келетін болсақ, топтық объектісі дегеніміз не ол? Топтық объектісі дегеніміз ол бір тектес ұқсас объектілер. Мысалға, жеке адамдарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды алып қарастыратын болсақ, олар бірінші адамның өмірі болып табылады, екінші денсаулығы болып табылады топтастырылған кезде, одан кейінгі барып адамның өмірі мен денсаулығы болып табылады. Келесі топтағы қылмыстар жыныстық қылмыстар болып табылады. Келесі топтағы қылмыстар адамның бас бостандығына қарсы қылмыстық құқықтар болып табылады. Келесісі адамның ар-ожданы мен қадір қасиетіне қарсы қылмыстар болып табылады. Сол себептен де қылмыстық кодекстің ерекше бөлігінің орналасу тәртібі осы топтық объектісіне және субъектісіне байланысты орналастырылған. Ал енді мынау қылмыстық Қазақстан Республикасы жаңа қылмыстық кодекстің ерекше бөлігінің мынандай 18 тараудан тұрады. Жаңа біз сіздерге айтып өттік қой, яғни топтық объектісіне байланысты немесе субъектісіне байланысты құрастырылған. Бірінші тарау жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Екінші тарау отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Үшінші тарау адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Төртінші тарау бейбітшілікке және адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Бесінші тарау мемлекеттік конституциялық құрылысының негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Алтыншы тарау меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.
Жетінші тарау ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Сегізінші тарау экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Тоғызыншы тарау коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Оныншы тарау қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 11-ші тарау халықтың денсаулығына және халықтың имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 12-ші тарау медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар. 13-ші тарау экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар. 14-ші тарау көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар. 15-ші тарау мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар. 16-ші тарау басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 17-ші тарау сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. 18-ші тарау әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар болып табылады. Енді осы жерде ескере кететін жағдай, тағы да айтып кететін жағдай, яғни сіздер білесіздер, қолданыстағы қылмыстық заңымыз 2014 жылы 3 шілдеде қабылданып, 2015 жылы 1 қаңтарда заңды күшіне енген. Ал оған дейін 1998 жылдың 1 қаңтарында заңды күшіне енген қылмыстық кодексіміз әрекет еткен. Ол кодекс бойынша қылмыстық кодекстің ерекше бөлігінде 16 тарау болған. 16 тарау болған. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, 2 тарау қосылып отыр. Ол қандай тарау деген кезде мінекей медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтары бөлек қарастырылған, сонсон ақпарат пен байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар бөлек қарастырылған. Осы 2 тарау қосылып отыр. 2 тарау қосылып отыр. Бұл жерде де тағы да атап өтетін жағдай, мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау бірінші жеке адамдарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылық деп аталады. Бірінші тарауымыз. Яғни не себепті? Яғни адамның құқықтары мен бостандықтарын, яғни өмірге деген құқығы, денсаулыққа деген құқығы және де басқа да конституциялық құқықтар мен бостандықтары бірінші алға қойып отыр. Сол себептен де бірінші тарау содан басталады. Ең маңызды деп осыны қылмыстық заңның бір ерекшелігі осы тарауды алға қойып отыр. Сонымен қатар ең соңғысы, сіздер білесіздер, жаңа қылмыстың субъектісіне байланысты айтып отырмыз ғой. Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар, әскери қылмыстық. Бұл жерде қылмыстың бір ерекшелігі. Қылмыстың субъектісі болып міндетті түрде әскери міндетті адам болып табылады, арнайы субъект. Сонымен қатар міндетті түрде қылмыстың жас мөлшері 18 жас болып табылады. 18 жас болып табылады. Алдын ала тергеуде және әділ соттылықты жүзеге асыруда қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінің маңызы ерекше. Адамды қылмыстық жауапқа тарту, оның іс-әрекетінде белгілі бір нақты немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілері бар болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Мысалы, адам өлтіру, тонау, қарақшылық, бұзақылық және тағы басқадай қоғамға қауіпті қылмыстық заңға қайшы істелген іс-әрекетті нақты бір қылмыс құрамында жатқызу. Және осы іс-әрекетке қылмыстық кодекстің ерекше бөлігіндегі тиісті баптар бойынша құқықтық баға беруді. Қылмыстық құқық теориясында қылмысты саралау деп атайды. Яғни қылмысты дұрыс саралау құқық қолдану органы қызметкерлерінің борышы, негізгі міндеті. Қылмыстық құқық бұзушылықты дұрыс саралау жеке адамдардың Қазақстан Республикасы Конституциясында, басқа да заңдарында көрсетілген
құқықтары мен бостандықтары қорғалады деп табылған. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай, қылмыстық кодекстің ерекше бөлігінде тек қана жекелеген қылмыстар түрі қарастырылады екен. Жекелеген қылмыстар түрі қарастырылады екен. Оны саралау дейміз, дәрежелеу дейміз. Сол кезде міндетті түрде қылмыс құрамына басымдық беріледі. Қылмыс құрамына талдау жүргізу керек болады. Яғни өздеріңіз білесіздер, мынау жалпы бөліктен сіздер өттіңіздер. Қылмыстық жауапкершіліктің бірден бір негізі ол не болып табылады? Ол бірінші қылмыс жасалу керек. Қылмыс жасалған жеке тұлғаның іс-әрекетінде қылмыс құрамы болу керек. Немесе қылмыстық теріс қылық жасалу керек. Қылмыстық теріс қылық жасаған жеке тұлғаның іс-әрекетінде қылмыстық теріс қылық құрамы болу керек. Яғни осы кезде ғана бірден бір қылмыстық жауапкершіліктің тарту негізі болып табылады. Яғни ерекше бөлігінің нормаларды қолдану кезінде басымдық, яғни заңдылық осы саралауға, дәрежелеуге, яғни дұрыс баға беруге басымдық береді. Ал енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінің бірінші тақырыбын өттік. Назарларыңызға рахмет. Сұрақ жауаптарыңыз болса, біз сіздермен талқылаймыз. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.